тақырыбымыз идеал газдың ішкі энергиясы, термодинамика атауымыз, жылу мөлшері, жылу сыйымдылығы. Емкіттің негізі бойынша дененің ішкі энергиясы бұл денелерді құрап тұратын ұсақ бөлшектердің потенциалдық және кинетикалық энергиясының қосындысына тең. Енді ішкі энергия ұғымын түсіну үшін жалпы бізде қысым, көлем, температура деген үш параметрға тікелей тәуелді. Енді осы температура кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгеретінін дәлелдеу үшін ішкі энергияның бастапқы және соңғы энергиялардың айырмасы, олардың температураларының айырмасы мен зат мөлшерлерінің жаңа 2/3 бөлігіне теңдесек, онда біздің ішкі энергиямыздың негізгі формуласы дельта У тең болады 2/3 νRT. Немесе ішкі энергия ньюдің орнына М бөлінген мольдық массаны қойсақ, νRT формуласы шығады екен. Енді жаңағы егер температура тұрақты болса, онда газдың ішкі энергиясы қайтеді екен, өзгермейді екен. Енді ішкі энергия балалар, ол газдың қанша атомнан тұратынына да тікелей тәуелді екен. Егер бір атомды газ үшін болса, онда 3/2 νRT болса, ал екі атомды газ үшін 5/2 νRT. Енді мына есеп шығарып көрейік. Мысалы, 10 моль бір атомды идеал газдың 27 градус Цельсий температурасындағы ішкі энергиясын табу керек. Енді бізде мынау зат мөлшері болады, нью. Ішкі энергияның формуласы жаңадан айтқанымыз 2/3 νRT. Бұндағы R дегеніміз универсал газ тұрақтысы. 2/3 ньюдің орнына 10 қоямын, Удің орнына тұрақты универсал газ тұрақтысы көбейтілген 27 градус Цельсийға біз жаңағы кельвинге айналдыру үшін 273-ті қайтеді екенбіз, қосады екенбіз. Ол болады 300 кельвин. Енді бұлардың бәрін көбейтіп шығатын болсақ, бізде 37.395 джоул шығады. Яғни ол жүк шамамен 37,4 килоджоул шығады екен. Ответі дұрыс. Келесі. Енді газдың жұмысы балалар. Газ бастапқы көлемін өзгерткенде, яғни ол газ жұмыс атқарады екен. Ол газ жұмыс атқарған кезде сол газдың қысымы мен көлемінің өзгерісіне тең. Яғни P V2 азайтылған болып, бұндағы V2 деген соңғы көлемі болады, ал V1 дегеніміз бастапқы көлемі болады екен. Енді осы жұмысқа бір мысалы есеп шығарып, қалыпты атмосфералық қысым дейді балалар. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз оның 5 дәрежесіне паскаль, немесе 133.000 паскаль. Көлемі V1 2 метр кубтан V2 5 метр кубқа дейін ұлғайса, газдың сыртқы күштерге қарсы атқаратын жұмысы қандай дейді? Бұл болса, онда P V2 азайтылған V1 тең. Оның 5 дәрежесі 5 азайту 2, нәтижесінде 3 көбейтілген оның 5 дәрежесіндегі не беріледі? Джоул беріледі екен. Жауап осы. Енді жылу мөлшері. Жылу мөлшері балалар Q арқылы белгіленеді, және ол ішкі энергиясының өзгеруінің сандық мәні, яғни өлшем бірлігі не екен? Джоул. Мына жерде жазып қойсаңыздар болады. Енді біз осы жылу мөлшерін бірнеше түрін анықтайды екенбіз. Мысалы, кез келген денені қыздырғанда, салқындатқан кезде Q SM дельтатымен орындайды екенбіз. Бұндағы С дегеніміз жылу сыйымдылығы, бұл тұрақты шама. Табар Т2 дегеніміз ол бастапқы және соңғы температуралы, М дегеніміз масса. Тура осы сияқты. Егер денені балқытатын болса, қандай да бір сұйық қайналатын болса, онда Q тең лямбда М. Лямбда дегеніміз меншікті балқу жылуы. Минус лямбда М ол қатаюда қолданылады екен. Қайнау, бір затты қайнататын болсақ, онда жаңағы буға айналдыратын болсақ, RM болады, меншікті булану жылуы. Конденсация дегеніміз, конденсацияға айналғанда минус RM болады, ал меншікті жану жылуында Q. Осы жердегі мен қоршап қойған шамалардың бәрі
жаңағы белгілі әр заттың өзінің жеке меншікті тұрақтылары болады екен. Енді мысалға балқу температурасы мен қайнау нүктесіне дейін жетіп және буға айналдырған кезде қандай жылу орындалады екен. Мысалға қараңыздар, жалпы Q ол мысалға ең бірінші 0 градуста бірінші бөлікте ол не істейді екен? Қызады екен. Ол Q1 дейді, например. Қосасын. Одан кейін мұз қызып алғаннан кейін Q2 ол балқи бастайды. Q2. Одан кейін үшінші, оны тағы да мұз суға айналғаннан кейін, оны тағы да қыздырамыз міне жоғары қарай. Содан кейін ол белгілі бір қайнау температурасына қайтып жетеді. Осы кезде қайнау температурасына жеткеннен кейін ол буға айнала бастайды. Ары қарай қосу, будан ары қарай тағы да оны қыздырса, яғни соңғы Q5-ші жаңағы жылу мөлшері. Міне көрдіңіздер ме? Мұздың буға айналғанға дейінгі бөліктері осындай бірнеше жылу мөлшерлерінің қосындысына тең болады екен. Енді мынандай есеп шығарып көрейік. Массасы 0,75 килограмм. Суды 20 градустан 100 градусқа дейін қыздырса, значит бірінші жаңа формула қолданамыз. Одан кейін 250 грамм бу алу үшін қажетті жылу мөлшері. Енді мысалы қараңыздар, бірінші суды қыздырасың, астына мысалы отын, пеш, бұл қызады. Ол Q1 болады. SM дельтата. Және ол қызып болғаннан кейін неге айналады? Қайнағаннан кейін уже мына жерге 100 градусқа келіп қойды. Уже келгеннен кейін уже міндетті түрде Q2 орындалады. Ол уже буға айналады екен балалар. Сонда бізде жалпы Q-ді табу үшін Q1-ге Q2-ні қосады екенбіз. Бұндағы Q1 дегеніміз бірінші қыздырып алғанымыз SM, Q2 азайтылған Q1 болып, ал Q2-міз болады екен бізде R және M. Енді орнына қойсақ, мысалы бірінші Q1 десек те болса, 4200 көбейтілген массасы 0,75 көбейтілген 80. Және әрі бізде 2,3 көбейтілген 16 дәрежесі көбейтілген. Мына граммды неге айналдырамыз? Килограммға айналдырамыз. Мыңға бөлсек 0,25 килограмм болады екен. Нәтижесінде осының бәрін есептесек, бізде 827 килоджоуль шығады екен. 2 Q-дің сандық мәндерін қоссақ, 827 килоджоуль болады. Жақсы. Келесі. Енді біз жылыту мен суытуда балалар тепе-теңдік орындалады екен. Мысалы бірдеңе өзінен ыстық энергиясын береді екен, ал екінші энергия қайтады екен, алады екен. Енді беретін энергия ол мысалға кез келген ыстық нәрселер өзінің энергиясын береді. Содан кейін екінші салқын нәрселер ол энергияны қайтады, бойына алады екен. Сонда осыны біз тепе-теңдік жүйесі немесе жаңағы тепе-теңдік балансы, жылу балансы деп айтады екенбіз. Енді температуралар әртүрлі денелерді қосқанда қоспаның орныққан температура. Орныққан температура дегеніміз мысалы мынау. Мысалы суық су, ыстық су. Екеуін қосатын болсақ, бір ыдысқа салып қосатын болсақ, пайда болады бізде қандай су? Жылы су. Осы жылы судың температурасы тетта деп аталады. Енді жаңағы жылу балансын түрлендірген формуладан, біз осы теңестірген формуладан теттаны табатын болсақ, онда міне жоғары жағында жаңағы энергияны алушы. Енді энергиялы алушы, мысалға бұл жерде жылу сыйымдылықтары, мен сіздерге жаңағы әртүрлі сұйық үшін, әртүрлі денелер үшін деп айттым. Сондықтан сулары әртүрлі болады. Және температураларына мысалы ыстық судық болса, мынау мысалға суық судық. Осындай орныққан температураны қайтеді екенбіз, қолданады екенбіз. Немесе мысалға су емес, мына жерде мысалға басқа бір ыстық дене, суық дене болса,
Жақсы. Енді егер заттың бір материал жайында жатса, мысалға екеуі де су, екеуі де мысалға бірдей болса, онда біз жаңағы суларды қысқарып кетеді екен, міне бір су болғандықтан, жаңағы жылу балансы мысалы мынау береді, мынау қайтеді, алады. Мысалға энергияның орнына қойсақ, тура жаңа формулаға ұқсайды, тек жаңа меншікті жылу сыйымдылықтары қандай екен болмайды. Мына формуланы жазып қойсаңыздар болады. Жылу алмасу деп бір-бірімен жанастырылғанда әртүрлі температура денелер ішкі энергиямен алмасады да орныққан мына тетта дегеніміз орныққан температура пайда болады екен. Орныққан температура. Алға кеттік. Енді осы тепе-теңдікті орындайтын орныққан температураны тауып көрейік. Мысалы, балалар қараңыздар. Температурасы 15 градус, массасы 120 градус, шыны стақан, кәдімгі стақан. 15 градус жайған салқын стақанға температурасы 100 градус, массасы 200 грамм су құясың. Яғни қандай су құясың? Ыстық қайнап тұрған су құясың. Қайнап тұрғаны мына 100 градустан көрдіңіз. Қайнап тұрған су құясыз да, осыдан орныққан температура. Енді мына жерде мынаның энергиясы бар және ыстық судың энергиясы бар. Енді жылу балансының теңдеу бойынша біреу энергияны береді, біреу алады. Мысалға шынымыз біздің суық. Сондықтан бұл энергияны алады екен. Ал ыстық су ыстық болғандықтан, температура жоғары болғандықтан, ол энергияны қайтар екен, береді екен. Енді мысалға қарайық, береді және екінші энергияны қайтып алады. Енді беретін жағына біз ыстық судың жаңағы жылу мөлшерінің формасын жазады екенбіз. См T2 азайту T1 тең алатын энергия бізде См беретін болғандықтан болады балалар. Орныққан температурадан T1-ді азайтамыз. Жоқ, керісінше. T1-ден азайтамыз. Екіншісінде керісінше Өден T2-ні азайтар етеміз. Енді бұл жердегі судың температурасы, мысалы бізде шынының температурасы T2 десек, ал судың температурасы бізде T1 болады екен. Енді оны табайық. Жаңа айттым, әртүрлі болғандықтан, олардың жылу сыйымдылықтары қандай болады? Бар болады. Мысалы, T1 қосу S2, M2, T2 астында S1 мен 1 қосу S2, M2. Енді осылардың бәрін есептейтін болсақ, орындарына қойсақ, бізде S1-дің, M1-дің орнында мынау жаңағы ыстық судың энергиясы болса, ал S2, M2-ның орнында шынының энергиясы болса, орындарына қойсақ, бізде нәтижесінде 92 Цельсий градусы шығады екен. Енді суды қайнатып, оны буға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері дейді балалар. Қараңыздар. Бірінші суды сен ыдысқа қоясың, соны жағасың мысалға астын. Сол кезде бірінші Q қайтып қыздырады екен. Бірінші Q қыздырады. Екінші жаға берсең, ол неге айналады? Буға айналады. Әбден қайнаған кезде ол буға айналады, уже Q2 болады. Сонда жалпы екеуінің толық бөлініп шыққан энергиясын табу үшін Q толық тең Q1 қосылған Q2. Енді Q1-ді қараңыздар. Sm T2 азайтылған T1. Өйткені біз не істеп жатырмыз бастапқыда? Суды қыздырып жатырмыз. Келесі ол қайнап жеткеннен кейін неге айналады? Буға айналады. Көрдіңіздер ме? Жаңа Q1-дің орнына Sm дельтасын қойсақ, Q2-ның орнына RM-ді қояды екенбіз. Енді затты балқытып, сұйыққа айналдыру үшін қажетті мөлшері. Мысалға қараңыздар. Мына жерде жаңағы М қалқапты. Енді ең бірінші, мысалға қорғасын болса, мысалға бірінші оны сен жандырасың. Значит, ол бірінші энергия бізде балқиды.
Одан кейін балқығаннан кейін, әбден балқып кейін, ол ары қарай не істей бастайды? Тоқылдап ақырын болсын, металл болса да, басқа нәрсе болса да қайнай бастайды. Көрдіңіздер ме? Сонда бірінші кюіміз сізде ол балқығаны болады. Енді осының жаңағы сұйық айналып езіле бастауы ол Q2 болады. Көрдіңіздер ме? Сонда ол Q1 мен Q2-дің несіне тең? Қосындысына тең екен. Енді пештің пәгі дейді балалар. Мысалға кез келген жаңағы жылу қозғалтқыш сияқты кез келген нәрсенің пәгін табуға болады. Оның пәгін табу үшін қаншақты біз пайда түсіреміз. Мысалға пәктің негізгі формуласы Q пайдалы бөлінген Q толық көбейтілген 100% екен. Мысалға қараңыз. Біз содан қанша пайда түскенімізді табу үшін бірінші толық нәрсені өндіреміз. Толық нәрсе деген мысалы отынды жағамыз. Сол отынды жаққаннан кейін соның арқасында қайта су қызиды екен. Көрдіңіздер ме? Сонда бірінші отты жағасың, ол сенде Q толық болады. Отты жаққанның әсерінен су не істей бастады? Қайнай бастады. Ол сенде пайдалы жұмыс болды. Саған пайдасы судың қайнағаны ғой. Сол екеуін бір-біріне бөліп 100%-ке көбейтсек, онда бізде сол пештің несі шығар екен? Пәгі шығар екен. Енді мына есеп шығарып көрейік. Спиртовкаға массасы 100 грамм суды 17 градустан 75 градусқа дейін қыздырады. Осы кезде 10 грамм спиртті жағылған пәгін табу керек. Енді қараңыздар, бізге Q пайдалы, Q толық көбейтілген 100% болды. Мысалы қараңыз. Мысалы біз бірінші спиртті жағамыз. Спиртті жағамыз. Сол жанғанның арқасында, мысалы мына жердегі спиртті жақтым. Спирттің жаққанның арқасында ол жаңағы спиртовкадағы спирт не істей бастады? Жаңағы қыза бастады. Онымыз бізде Q пайдалысы болады. Сонда пәкті табу үшін Q пайдалының сенде жаңағы жаққаның бірінші 10 грамм жаққаның Q'ын болады ғой. Өйткені жағасың сен, спиртті жағасың. Соның арқасында ол не істей бастайды? Қызый бастайды. Көбейтілген 100%. Тәтті осылай табуға болады балалар. Енді осының орнына қойып шығатын болсақ, онда бізде жауабы болады екен қанша? 8,6 деген жауап шықты екен. Енді мұзды ерітіп, оны қыздыру үшін қажетті су мөлшері дегенде, мысалы қараңыздар. Мұзды ертесің, ең бірінші Q1 мен ертесің, балқытасың. Q1 бұл балқы болады, меншікті балқы болады. Одан кейін қыза бастайды, суға айналды. Жоқ, суға айналғаннан суды қыздыра бастайсың. Енді ары қарай кеттік. Осы жерде мұз бен судың массасы қандай болады екен? Аралас болады екен. Енді сонда қарап отырсақ, мына мұзымыз еріп, теріс мұзды ерітіп, температурасы тез болғандықтан қажетті жылу мөлшері қосылады екен де, және сұйық мұзға айналған жаңа жылу мөлшері. Сонда қарасақ бізде Q1, Q2 және Q3. Көрдіңіздер ме? Осылардың барлығының қосындысы қажетті жылу мөлшері болады екен. Енді үйге тапсырма, мына есептерді шығарып көріңіздер. Егер шықпай жатқан болса, сұрақ қоюға болады екен. Назарларыңызға рахмет.